бер. Ол Кім Бекзат Саттарханов? боксшы. Боксшы, дұрыс па? Иә. Тамаша. Тағы тұлпынады. Кел Кәусар шыға ғой. Балаларға қарап оқы. Баһадүр деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Баһадүр деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Өзің жауап бер. Батыр. Батыр деген мағынаны білдіреді, иә? Дұрыс па? Иә. Тамаша. Тағы кім келесі? Тез. Кез келген бір түсті алайық. Сұрағын қойыңыз балаларға қарап отырып. Оқы. Кәрім қандай адам болды? Иә, Кәрім қандай адам болды? Ол жуынбайтын адам болды. Иә. Жұмыста бәрін дұрыс қолмен тамақтарды жеді. Яғни ол өте салақ адам болды. Кіріп қозалаған адам. Дұрыс па? Иә. Кел, хадис. Тез жүріңіз. Балаларға қарап. Өрттен құтқарушы ит. Иә, өрттен құтқарушы ит бізде. Боп, дұрыс па? Иә. Тағы кім шығады? Кел өйдіп. Мұқият тыңдап отырамыз. Ауырып жатырған жолбарысты түлкі қалай алдайды? Ауырған жолбарысты түлкі мен бәрінен бірінші біліп сіз ауыратқанды дәрігерге бардым деп Алдайды, иә? Жолбарыс одан сұрайды түлкіден, иә? Сен неге келмедің? Барлық жануарлар келгенде сен неге келмедің дейді. Сол кезде түлкі не дейді? Мен сіздің ауырып жатқаныңызды ең бірінші естідім, бірақ мен сізге дәрі іздедім деп айласын асыра, солай ма? Кел ақыр. Тыныш отырамыз, әдемі отырамыз. Қай түсті аласың? Байлық пен ақыл естігісіндегі шалға қай баласының Жауабы? болмайды. Байлық пен ақыл ертегісіндегі байдың жалпы неше баласы болатын еді? Үш баласы болған, иә? Үшінші баласы. Иә, кенже баласының айтқан сөзі ұнатады, иә? Не деп айтады еді кенже баласы? Менің ешқандай байлығым жоқ, бірақ менің еңбексүйгіш қолым және қайратты жүрегім бар дейді. Қайратты жүрегім бар дейді. Кел, Айзере. Қожанасыр Ашқарақтың қалтасына неліктен ыстық шай қойып жіберді? Өйткені ол қалтасына ірімшік құрт салып жіберді. Иә, ірімшікпен құртты толтырып салып отырды, иә? Сондықтан қожанасыр ойлап берді. Оның қалтасы той тамақ жеп шөлдеп қалған шығар. Сенің қалтаң шөлдеп қалған шығар деп оған не қойып жібереді? Ыстық шай қойып жібереді. Тамаша, бәрекелді. Енді балалар біздер өткен тақырыпқа шолу жасадық, солай ма? Енді үйге берілген тапсырма бізде оқулықтағы қандай өлең еді? Иә, мен не істейтін бердім оқуға бердім. Кім оқиды маған? Абай мен Зере. Мұқият тыңдап отырамыз. Тамаша, Кәусар оқиды. Дауысыңды шығарып. Кемпір қосақ, жаңбыр жауып басылды, аспан шайдай ашылды, көкте қызыл жасылды, кемпір қосақ асылды, біздер мұнан тойдағы қақпасындай әдемі мұң құбылып жайнады,
Kebir ko'sa, жаңбыр жауып басылды, аспан шайдай ашылды, көкте қызыл жасылды, кембір босаға асылды, мектебімнің тойдағы қақпасындай әдемі. Мың құбылып жайнады, қызықтырып әдейі, құпқырғаны қызыққа, өте төйлі бояумен, бір кешегін үзіп бар, үйіне әкеп қоярмен. Әттен бойым жетпейді, әттен қолым жетпейді. Қойдық. Жабайы маралдар бар, араларында жаралы маралдар бар. Тамаша, тағы кім айтып алады екен? Мұхаммад. Жабайы маралдар бар, араларында жаралы маралдар бар. Тамаша. Енді келесі екінші жарылпашымызды қарайық. Еліктер еліктерге еліктеді ме? Керіктер еліктерге еліктемес. Ойланайық, бірінші дайындалайық, қарайық, оқиық, тілімізді іштен жаттықтырып алайық, сосын айтамыз. Арман айта ғой. Еліктемес болады, біз тап айтамыз, тағы, кім айтады? Сымбат. Еліктеді ме? Еліктемес. Тамаша, енді балалар қараңыздар, бұл жаңылтпашқа бізде не айтып тұр басты? Не айтып тұр? Не туралы айтып тұр? Елік туралы айтып тұр, ендеше біздің бүгінгі сабағымыз қандай болады? Мамықбек Шалдыбаевтың еліктің лағы атты әңгімесінен танысатын боламыз. Барлығымыз оқулықтарыңызды ашып қойыңыздар. 83-ші бет. Енді осы мәтінді оқы. Тыңдаймыз. Аспан шайдай ашық. Таңғы тазалаған дене тоңазды. Жалғыз аяқ жолмен қолына таяқ ұстаған, иығына мылтық, дорба астынан беліне тосып қалған бір адам келеді. Ол Түймебай деген аңшы. Аңшы таяғына сүйеніп, биікке өрмелей бастады. Беліндегі тұмсығын шешіп, саяқ жерге жасырды. Сол таяғын тасқа сүйей салып, қолына қосауыз мылтығын алды. Қарсы алдынан бір нәрсе қараңғылады. Ол денін ішіне тартып, мылтығын алға кезінген бойда бір орнында тұра қалды. Әлден соң таста отырған қара қарғаны көрді. Соншалық оны атып салғысы келді. Бірақ ашуын ақылға жеңдіремеді. Ол қайтадан алға жылжи бастады. Кенет биік шоқы түбінен бір елікті көріп қалды. Қуанғаннан екі көзі оттай жайнап кетті. Дереу мылтығының құлағын қайырды. Енді ол тіпті жақын келді. Елік қаннен-қаперсіз жалпақ ақ тасты жалап қойып, нысанаға ала бастады. Әне, елік қарауға дайын. Сол сәт шоқы тастың арғы жағынан селтең етіп, кішкене сұр лақ көрінді. Ол керек енесінің емшегіне жабылды. Түймебайдың қолындағы мылтық сылқ етіп жерге түсіп кетті. Автор Мамытбек Шалдыбаев. Сосын балалар, мұқият тыңдадық па? Жалпы не туралы екен? Ең басты кейіпкер бізде тағы қандай кейіпкерлер бар? Түймебай, аңшы, және елік бар екен. Негізі аңшы ең басында елікті атпақшы болады, солай ма? Бірақ оны еліктің лағы келіп қалады. Сол кезде Түймебайдың қолындағы мылтығы жерге сылқ етіп түсіп кетеді.
Түймебай сонда елікті атамы? Оның жаны ашып тұрды. Оның жаны ашып кетеді. Анасының қасына келіп еміреніп тұрған кезде оны аяп қолындағы мылтығы жерге түсіп кетеді, солай ма? Енді балалар, жалпы елік туралы мен сіздерге қызықты дерек айтайын. Елік деп отырғанымыз ол бұғы тұқымдасына жататын, өте нәзік, әдемі жануар екен. Қараңыздаршы, өздеріңіз көріп отырғанда, елік қандай әдемі екенін көріп тұрсыңдар, және оның бойы ұзын, аяқтары жіңішке ұзын болып келеді екен. Енді олар төлдеген уақытта еліктің лағын бір төлдеген кезде 2 немесе 3 лақтан төлдейді екен. Олардың лақтарын бірін жаңағы құралай деп атаса, енді бірін еңлік деп атайды екен. Мұқиятында отырамыз. Енді олар бұғы тұқымдасына жататын болғандықтан, олардың міндетті түрде несі болады? Мүйізі болады. Ал енді осы еліктердің мүйізі қараша айында түсіп, сәуір айында жаңадан шығады екен олардың мүйіздері. Енді қараңдар, еліктер өте қорқақ жануар. Көздері де айтып тұр, олардың мөлтілдеп тұрған көздері де айтып тұр, оның қорқақ жануар екен. Олардың ең басты жауы қасқыр екен. Олар қасқырдан өте қатты қорқады екен. Енді қараңыздар, еліктер олар қос тұяқты жануар болғандықтан, олардың әр аяғында екі тұяқ болады екен. Сол тұяғы олардың басты қаруы болып есептеледі, яғни жауынан сол тұяғы арқылы қорғанады екен. Енді қараңыздар, еліктер бір орнынан екінші орынға жылжу үшін секіріп жүреді екен. Олар бір секірген кезде 5-6 метрге дейін секіреді екен. Қараңыздар, қандай жылдар, Енді қараңыздар, олар аяқтары ұзын, мойындары ұзын болғандықтан, олар өте қатты жүзетін жануар екен. Олар өзендерде қатты жүзіп өтеді екен. Сонымен қатар олар өте бағалы жануар. Оларды атуға тыйым салынған, олардың терісі бағалы, және олардың сүті құнарлы болып келеді екен. Не айтыңыздар? Бұлардың көздері моншақтай сияқты. Көздері моншақтай, еліктің көзіндей деп біздің қазақтарда да сондай теңеулер жүріп жатады. Және сонымен қатар еліктер өздерінің қорегін таңертең және кешке іздейді екен. Олар өсімдіктермен қоректенеді екен. Естеріңе сақтаңдар, еліктердің осындай қызықты деректері бар екен. Сонымен қатар еліктер өзен аңғарларында, шөбі мол құнарлы жерлерде мекендейді екен. Және осы еліктер біздің Қазақстанның шығыс өңірінде көшіп жылы 9 наурызда оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданы Совет ауылында дүниеге келген ақын, жазушы әрі педагог. Ол педагогия училищесіндегі филология факультетінде оқыған. Сол филология факультетінде оқығандықтан ол қазақ тілі және әдебиеті мамандығы болып жұмыс жасаған екен. Көріп тұрсыңдар ма? Ол ақын жазушылығымен қатар ол мұғалімдік қызмет атқарған екен. Бүгін сол Махмутбек Қалдыбаевтың біз еліктің лағы мәтінімен танысып жатырмыз. Ендеше біз тыңдадық, автормен таныстық, енді осы мәтінді біз өзіміз оқып көрейік. Солай ма? Барлығымыз шынжыр тізбегімен, тізбектей, оқулықтағы бір сөйлемнен барлығымыз әп-әдемі оқып шығайық, мұқият тыңдап отырамыз бірімізді. Алихан Бастан арғы жағынан селтен еті кішкене сорлақ көрінді. Ол келе енесінің емшегін жармасты. Түймебайдың қолындағы мылтық сылқ етіп жерге түсіп кетті. Тамаша. Енді балалар біз түсіндік, солай ма? Мәтінді түсіндік. Енді осы мәтінге байланысты мен сіздерге қазір топтық тапсырма беретін боламын. Мұқият қараңыздар. Топтық тапсырма берем. Бірінші топқа мен беремін. Мәтіннің ішінен, мәтінге сүйене отырып, аңшыны сипаттап жазасыңдар. Бірінші топ бізде кім еді? Кімдер еді? Қош иісті өздер. Екінші топқа мәтіннің мазмұнына сүйеніп сұрақтар құрастырасыңдар. Бағалы жануарлар. Қане? Келесі, үшінші топ. Қандай тапсырма? Мәтіндегі табиғаттың суретін саласыңдар. Үшінші топ.
Сол заттар не үшін қажет екенін түсіндіресіздер қазір. Аңшылыққа не үшін қажет бұл заттар? Жоқ, тек сұрақтар. Aslında bir ғана сұрақ емес, бірнеше Дайын болсаңдар, тыныш отырыңдар. Дайындалып отырыңдар. Кім шығады, кім шығып айтады, сол дайындалып отырыңдар. Кім шығып айтады, дайындалып отырыңдар.
Так, sizlarga berilgan topshirma matnga suyanib аңшыны sifatlab жазу керек, ya? Mine аңшыны sifatlab жазған. Qani, endi aytib beraver. Дене тосы байланған, қолынан таяқ ұстаған, иығынан мылтық ұстаған. Мылтық ұстаған. Дұрыс па? Тамаша. Отыра қой. Келесі екінші топ. Келе қойыңдар. Тез. Уәлихан, Мұхаммад, кел. Айзере. Екінші топқа мәтіннің мазмұнына сәйкес сұрақтар құрастыру. Сұрай ма? Бірінші сұрақты оқи қой. Так, тыңдаймыз, жауап береміз. Аңшы қандай адам? Аңшы қандай адам? Кім жауап береді? Тез. Аңшы қандай адам? Я жарай. Аңшы қандай адам? Я? Аңшы мейірімді адам. Мейірімді адам. Жақсы, келесі Айзере оқы. Сұрағыңды оқы. Аңшы неге ашуланды? Не үшін ашуланды? Қасыр? Қарға аңдарға аңдар сақ болыңдар деп айтты. Яғни қарғаның қаңқ еткен дауысы, яғни аңдарды үркітіп жібергендей болды, я? Аңшы соны байқап қалып ашуланды, я? Тамаша, келесі Мұхаммад оқи қой. Мәтіннің авторы кім? Мәтіннің авторы кім? Жүре. Мамытбек Қалдыбаев. Тамаша. Аңшы нені атпақшы болды? Аңшы нені атпақшы болды? Автор? Елікті атпақшы болды. Елікті атпақшы болды, бірақ еліктің лағы оған қасына келіп қалған кезде аңшы атпай қалды. Солай ма? Тамаша. Келесі. Үштап шыға беріңдер. Тағы қастарына Ақнұр, Кәусар, кел, Алихан, Амалия, Телетеміз. Ашып тұрды. Оқушыларға көрсетіңдер. Сіздерге берілген тапсырма қандай тапсырма еді? Аңшылыққа қажетті заттарды тапсырмалап, оларды түсіндіру, не үшін керек екенін. Ал келдім. Не бар? Таныстыра қой. Аш. Не бар? Дірбі, сада, жылқы, мылтық, түлкі және Торсық. Ал енді ит не үшін керек? Итті аңшылыққа сенімді ретінде немесе құмай тасына аңшылыққа алып шыққан, я? Бұрынғы кезде солай ма? дірбі, аңды тауып алу үшін. Алыстағы аңды қарау үшін, я? Дүрбі. Келесі, Ақнұр, торсық не үшін керек? Шөлдеп қалмас жұмысын қиып шыққан, я? Тамаша. Садақ пен жебе аңшылығы яғни оның қаруы, аңшылық кездегі басты қарулары бұрынғы кезде. Аңшылығы аңшыны көлігі болған, келесі мылтық жануарларды ату үшін. яғни жабайы жануарлар, ал тыйым салынған адамдарға зақым келтіретін
қасыңыз. Тамаша. Келесі қыран бүркіт. Өздері айтады. Бұрынғы емес, қазірде де қыран бүркіттерді де аңшылық қауымшақ шыққан, иә? Өйткені қыран өте қырағы құс, иә? Көп түрлі жануарларды Ұстайды. Тамаша, дұрыс па? Иә. Бәрекелді, отыра қойыңдар. Штаб суреттерді аяқтадыңдар ма? Қане? Кел, шығап таныстырып жібере қойыңдар, иә? Сосын аяқтайсыңдар, жақсы ма? Таныстырып жібере. Қане, тыңдап отырамыз, мұқият. Тез етеміз. Тез. Иә? Суретті сосын аяқтаймыз, иә? Жалпы қаңқасын шығарып қойған. Сіздерге берген тапсырма мәтіннің мазмұнын суретін салу, иә? Суретін салу. Иә? Мәтіннің мазмұнында жалпы не кейіптелген, ненің суреті бар? Сосын мылтық, аңшы, иә? Аңшының дүрбісі, ағаш, сосын қарғаның салынбаған жартысы. Аяқтаймыз, иә? Қарғаны аяқтаймыз, иә? Жалпы табиғаттың айнала жап-жасыл ну орман, солай ма? Ағаштар, және едік жайылып жүрген, иә? Және аң аулауға келген аңшы, иә? Кімді мылтығы, дүрбісі бар, солай ма? Тамаша, отыра қойыңдар. Қоңырауды аяқтай қоясыңдар, иә? Енді балалар, сіздерге мынадай тапсырма тағы. Осы аңшы мен елікті кейіпкерді сомдау. Яғни сіздер біріңіз елік болып, біріңіз аңшы болып, балаларға қандай кеңес бересіңдер? Кел алдан аңшы. Қазір шығамыз, отырамыз. Аңшы болып балаларға не айтуға болады, қандай кеңес айтуға болады? Мен аңшымын. Сендер жануарларды атпаңдар. Ол екені табиғаттардың бір мөлшері. Бөлшегі, иә? Бір бөлшегі табиғатты атпаңдар. Тамаша, тағы аңшы туралы айтамыз ба? Жоқ, не деген не? Елік бола ғой. Ал келе ғой. Елік туралы. Балаларға қандай кеңес айтасың, қандай ақыл айтасың? Балалар, елікті ешқашан атпаңдар. Олар жазықсыз аңдар. Ол жер бетінің пайдалы жануарлардың бірі, иә? Тағы. Сосын керісінше жануарларды қорғау керек, иә? Кел Аслан. Елікті ма? Құлағы. Балаларға не айтамыз? Мен елікпін. Мен адамдарға зиян келтірмейтін жануармын. Мен бір жануармын. Сендер еліктерді өлтірмеңдер. Ол өйткені табиғаттың жануары. Табиғаттың бағалы жануары, иә? Тамаша, өте жақсы. Енді әрі қарай дәптерлеріңді ашыңдар. Қазір сіздерге қалталы жебе деген тапсырма беріледі. Яғни мына жерде жебелердің сандары берілген 1, 2, 3 деп, иә? Солар кімге қандай жебенің саны түседі? Егер 1 деген сан жебе түссе, онда аңшының әрекетіне сипаттама жазасыздар. Аңшы қандай екенін жазасыздар дәптерге. 2 деген жебе түссе, онда берілген суреттерге ортақ тақырып. Міне, мына берілген суреттерге ортақ тақырып қоясыңдар. Және тағы қандай суретті қою керек екенін өздерің жазасыңдар. Жақсы ма? Оқулықтағы. Ал 3-ші жебе түскенде суретке қарап, мына өлеңді жалғастырып, құрастырып көресіңдер. Еліктің қасында тұрған өлеңді. Түсінікті ма? Ал кетіп қараймыз, кімге қанша қандай жебе түседі екен? Тез ала ғой. Біреуін ала ғой. Тез.
sifatlab yozuv. Aqshni sifatlab yozuv. Qarasalash bo'ladi. Tez qolib. Aytay qol. Birinchi jibi bo'yicha aqshni sifatlab kim aytadi? Kim aytadi? Ya, qanday aytavay? Tez. Kimda? Belinde qanday yaxshi bo'l? Yovuz ba, qattiq ba, mehrimli, aqshi, ya? Kim ikki jibi kimga tushdi? Ikki degan sani bor. Bataqan, ya, bunaqa o'rtaq qanday atov qo'yib bo'ladi? Mana shu yerga. Qanday o'rtaq atov qo'yib bo'ladi? O'ylanay. Qanday o'rtaq atov qo'yib bo'ladi? Tabiat, deb aytasizmi? Tabiat qo'shagan o'rtalik. Qanday suratga to'ldirib bo'ladi? Qanday suratga? Tizim? Qustarda qo'yib bo'ladi, ya? O'ychi qasdi tomosha. Kelasi ish kimga tushdi? Ya, bo'yingni to'ldirib olamizmi? İştamamız oldu, şu durdu. Çok güzel. Aqshni yillikdan tog'at ne sebep bo'ldi? Ya, pasahoy. Kelasi. Kim shiqadi? Azamat Cho'g'oy. Mahmudbek Qaldiboyev qay yilda dunyoga kelgan? Men sizlarga sana aytdim ya. 1938. Yo'q. Qanday qo'ysiz? 1939. Apa yang main?